Қайырлы күн құрметті оқушылар және де ата-аналар. Біз бүгін жақында ғана өткен Кемел математика олимпиадасындағы қалалық кезеңдегі бірінші, екінші сыныптардың тапсырмаларын талдайтын боламыз. Сіздермен бірге сол Кемел физмат мектебінің математика пәні мұғалімі және де осы Кемел олимпиадасының қазылар алқасының мүшесі және де тапсырмаларды құрастырушы маман Разақ Жеңісбек сіздерге осы тапсырмаларды талдап көрсететін боламын. Олай болса, уақыт созбай бірден талдауды бастап кетейік. Ең алдымен біз бірінші сыныптардың тапсырмасынан тоқталып өтейік. Бірінші сыныптарда бастапқыда барлық сыныптар бойынша бастапқыда 7 тапсырма тест тапсырмасы болған. Сол бойынша қазір әр бірінші тест тапсырмасын, одан кейін қысқа жауапты тапсырмаларды, одан кейін ең соңында толық шешімді қажет ететін тапсырмаларды талдап көрсететін боламын. Алдымен бірінші сыныптан бастаймыз. Бірінші есеп: мен бір сан ойладым, сол санға 64-ті қосып шыққан саннан 87-ні азайттым, сонда 719 саны шықты дейді. Мен қандай санын ойладым? Жалпы бұл кері ретпен орындалатын есеп, яғни сол арқылы шығарылатын есеп. Бұлында есепті шығарған кезде біз былай жасаймыз. Ең алдымен соңында қандай сан шықты, соны алдымен жазып аламыз. Соңынан басына қарай жүреміз, 719 дейміз, және оның алдында 87-ні азайттым деп тұр. Сонда 719 шықты дейді. 87-ні азайтса, кері ретпен орындағанда сол 87-ні керісінше қосамыз енді. Қосамыз, және оның алдында 64-ті қостым деп тұр. Енді оны керісінше азайтамыз. Міне, сонда 719 қосылған 87, азайтылған 64. Осыны жай ғана есептей салатын болсақ, баған бойынша бізде оның жауабы 742 деген сан шығады. Ол бізде мынау А нұсқасында тұр. Келесі: жұлдызшаның орнындағы санды тап дейді. Бұл кестеде ешқандай бір сандарды қосып есептеудің қажеті жоқ. Мұндағы заңдылықты тапсақ жеткілікті. Бұл жерде байқаған болсаңдар 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Яғни кезекпен жұп сандарды жазып бара жатырмыз, және келесі кезек ол 16 болуы керек. Одан кейін 18 жалғасып кетеді. Сонда жұлдызшаның орнында 16 деген сан тұруы қажет екен. Қатты қиын емес тапсырма. Әрі қарай жалғастыратын болсақ, келесі: кішкентай үшбұрышты қағазды салмағы 6 грамм. Онда суретте көрсетілген үлкен қағаздың салмағы қанша дейді. Міне, кішкентайына үшбұрыштікі 6 грамм болатын болса, онда үлкен қағазда осындай неше үшбұрыш бар? Соларды санаймыз, әр қайсысы 6 граммнан болады. Мысалы, мынау 6 грамм, мынау 6 грамм, мынау 6, мынау 6, мынау 6, мынау 6. 6, 6, 6, 6. Міне, осы жерден 6 деген саннан 12, 24 рет шықты, Так, 6, 6, 6, 12, 24 рет шықты ма? 12 рет шығып тұр екен. Мен қателесіп кеттім. Яғни үстінде 6, астында 6, сонда 6-дан 12 рет шығып тұр. Осы 6-лардың барлығын бір-біріне қосып шығамыз. Сол кезде міне үстіде 6-дан 6 шығып тұр. Астыда 6 шығып тұр. Осы 6 граммдардың барлығын бір-біріне қосқан кезде бізде 72 грамм шығады екен. Міне мынау А нұсқасы. Келесі: бүгін аптаның екінші күні, 40 күннен соң аптаның қай күні болады дейді. Бүгін аптаның екінші күні десе, аптаның екінші күні ол қандай күн? Ол сейсенбі. Сейсенбі. Мен мұнда планшетке жазып отырғандықтан менің почеркім шамалы дұрыс емес болуы мүмкін, оған мән бермейміз. Сейсенбі. Демек, бүгін сейсенбі болатын болса, 40 күннен соң қай күн болады деп сұрап тұр ғой бізден. Енді балалар, қараңдар, бізде аптада неше күн бар? 7 күн бар. Демек, әрбір 7 күн сайын бізде сейсенбі қайтадан айналып келе береді деген сөз. Мысалы, 40 күннен соң, біз шетінен бастайық. 7 күннен кейін қайтадан сейсенбі болады. Дұрыс па? Одан кейін тағы да 7 күн қосатын болса, қайтадан сейсенбі айналып келеді. Сонда 7-ге 7-ні қосса, уже 14 күннен кейін тағы да сейсенбі болады деген сөз. Оған тағы да 7-ні қоссақ, 21 күн, 21 күннен кейін қайтадан сейсенбі болады. Тағы да 7-ні қосамыз, 28 күн, 28 күннен кейін тағы да сейсенбі болады.
сосын тағы да 7-ні қосамыз, 35 күн болады. 35 күннен кейін тағы да сейсенбі болады. Сейсенбі. Енді ары қарай 36-шы күн, онда біз 40-қа жақындап қалдық қой өйткені. 35 күннен кейін сейсенбі болса, 36-шы күн сәрсенбі болады. Қысқартып жаза берейін. 37-ші күн бейсенбі болады. 38-ші күн жұма болады. 39-ші күн сенбі болады. Сенбі. Және де 40-шы күн, яғни 40 күннен соң жексенбі болады. Демек, біз мынау Д нұсқасын белгілейді екенбіз. Өте қарапайым. Тек қана аптада 7 күн бар, ол әр 7 күн сайын сол күн қайталанатындығын білсек болғаны мұнда. Келесі сұрақ белгісі қандай санға тең болады? Бұл жерде заңдылық берілген. Бірінші, екі сандар қатары берілген. Сол алғашқы сандар қатарына қарап, заңдылықты анықтап алайық. Мысалы, 36, 32. Ол қалай шығып тұр? 36-тан 4 азайтсақ, 32 деген сөз. 32-ден 4 азайтсақ, 28. 28-ден 4 азайтсақ, 24. 24-ден 4 азайтсақ, 20 шығады деген сөз. Яғни, әрбір саннан бірдей сандарды азайтып жатырмыз. Келесінде демек дәл солай жасауымыз керек деген сөз. 68, 61. Нешен азайтсақ 61 шығады 68-ден? Әрине 7-ні азайтсақ. Сонда 68 азайту 7 тең 61. 61-ден тағы да 7-ні азайтсақ 54. 54-ден 7-ні азайтсақ 47. Демек 47-ден тағы да 7-ні азайтамыз, сонда сұрақ белгісі шығады. 47-ден 7-ні азайтсақ 40 шығады. Демек сұрақ белгісінің орындағы сан 40. Міне В нұсқасын белгілеу керек. Әрине, олимпиадада тест тапсырмаларындағы есептерді өте көп балалар дұрыс шығарған. Өте қуаныштымын оған. Ал ары қарай бізде тесттен бөлек тапсырмаларға кейбір балалар қиналған. Мұндағы мен барлық есептерді байқаған болсаңдар, балалармен қысқа нұсқа тез түсіндіріп жатырмын. Оның барлығын терегінен тоқталып, ондайға көбірек есептер арқылы жаттығу үшін біз арнайы оны курс сабақтарында өтуіміз керек болады. Бұйырса алдағы оқу жылында олимпиадалық курс сабақтарын жасайтын боламыз. Сол кезде әрбір тақырыпты жеке-жеке түсіндіріп, есептер шығарып үйрететін боламыз. Сол арқылы олимпиада кезінде ешқандай қиналмай любой есепті шеше беретіндей деңгейге жетесіңдер. Ары қарай жалғастырайық. Келесі 6-сы. Самат 1-ден 108-ге дейінгі барлық сандарды қағазға жазып шықты. Осы сандардың арасында 0 деген цифр неше рет жазылды деп тұр. 1-ден 108-ге дейінгі сандар, иә? Енді қараңдар, бұл кезде тек қана сандарды жазып, соны санасақ, цифрларды санай алсақ, ол бізге жеткілікті. Қараңдар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ол жерде ешқайсында 0 жоқ. Тек қана 10-да ғана 0 бар, иә? Мына 10-ның ішінде 1 0 бар. Дәл солай 11, 12, 13 деген сандарда жоқта 20 дегенде 0 бар. 30 дегенде 0 бар. 40 дегенде 50, 60, 70, 80 және 90 дегенде 0 бар. Әрі қарай енді 90-нан кейін 100-де 0 бар, иә? 100 деген санда 0 бар. Енді 100-ден бастап 101, 102 деген сандарда да 0 бар ішінде. 101, 102, 103, 104, 105, нешеге дейін барамыз? 108-ге дейін барамыз. 106, 107, 108. Дәл осылай жазып аламыз да, енді 0-дерді санаймыз. Неше 0 бар екен? Барлығын санап шығайық. Мына жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 бар. 9, нешеде 2 бар. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 және 19. Демек 19 0 бар екен. В нұсқасы болады. Келесі, тест тапсырмасының соңғысы, ол бізде суретте неше шаршы бар екендігін табыңыз дейді. Бұл суретте қараймыз. Мына жерде жалпы кішкентай шаршыларды қарайтын болсақ, 8 шаршы көріп тұрмыз, е? 8 шаршы. Бірақ оны белгілей салудың бірден белгілеуге болмайды. Тағы да қарайық. Мысалы, мынау 4 шаршыдан қосылған тағы бір шаршы бар. Ол да бізде шаршы. Осы 9-шы шаршы болып есептеледі. Мына оң жақтағы 4-еу ол 10-шы шаршы болып есептеледі. Сосын мына ортада тағы да 4 шаршы бар, мына қарасаңдар. Ол 11-шы шаршы. Сонда бізде жалпы 11 шаршы бар деген сөз.
Оны есептеудің өзінің арнайы формуласы бар. Қысқаша бір шет жағасын айта кетейін. Мысал қараңдар, сендерге берілген шаршы мына жерде. Сендерге берілген шаршы неде? Тік төртбұрыш ол 2 көбейтілген 4 өлшемді тік төртбұрыш. Яғни енуінде 2 шаршы бар, ұзындығы бойынша ол жерде 4 шаршы бар. Яғни 2 көбейту 4 өлшемді шаршы. Ал енді осыны әрбір санды өзінен бір-бірден азайтып отырамыз. Мысалы 2-ден 1-ді азайтамыз, 1 болады, 4-ден 1-ді азайтамыз, 3 болады. Яғни 1 көбейту 3. Енді келесі 1-ден 1-ді азайтсақ 0 болып кетеді, 3-ден 1-ді азайтсақ 2 болып кетеді. Мына жақта біз осы 1-ден тоқтатамыз, 0 дегенді алмаймыз. Осы 2 санның біреуі 1-ге жетсе, сол жерден тоқтатамыз. Енді 2-ге 4-ті көбейтеміз 8, 1-ге 3-ті көбейтеміз 3, екеуін қосамыз 11. Әне 11 шаршы шықты. Бұл мен сендерге осыған қажетті формуланың қысқаша бір шет жағасын айтып өттім. Келесі әрі қарай 8-шісі. 8-ші есепте уже бұл жерде тест емес, бұл жерде біз не істейміз? Есептің жауабын ғана жазамыз. 8, 9, 10, 11, 12-ші тапсырмаларда есепті шығарып, тек қана жауабын ғана жаздық. Ол кезде бұл жерде тест варианттары болмайды. 9, 2, 5 цифрларының үшеуінде қолданып жазылған ең үлкен және ең кіші 3 таңбалы сандардың қосындысын тап. Енді 9, 2, 5 деген сандар арқылы ең үлкен санды жазу үшін санды үлкенінен бастап кішісіне қарай жазамыз. Мысалы 9, 2, 5 болса, ең үлкені 9, одан кейін 5 және одан кейін 2. 952 деген сан шығады. Бұл ең үлкен 3 таңбалы сан. Осы 3 цифр арқылы жазылған. Ал ең кіші сан табу үшін кішісінен бастап жазамыз. 2, 5, 9, 259. Осы екеуін бір-біріне қосамыз, сол кезде жауабы бізде 1211 деген сан шығады. Келесі, балмұздақ 200 теңге, ал шоколад 150 теңге тұрады. Жанна дүкеннен 2 балмұздақ, 3 шоколад сатып алып келді. Егер бастапқыда Жаннада 1000 теңге болса, онда қанша ақшасы қалды дейді. Өте оңай, қарапайым күнделікті өмірде жасап жүрген іс-әрекеттеріміз ғой. Балмұздақ сатып алу дүкеннен, шоколад сатып алу деген сияқты. Балмұздақ 200 теңге болса, 1 балмұздақ, онда 2 балмұздақ алған болса, Жанна 2 балмұздаққа ол 400 теңге төлейді. Бірден қоса берейік, 1 шоколад 150 теңге болса, 2 шоколад 300 теңге болады, 3 шоколад болса, тағы 150 қосамыз, 450 теңге болады. 3 шоколад сатып алады сонда. Екеуін қосқанда Жанна дүкенге 850 теңге төлейді. 3 шоколад және 2 балмұздақ үшін. Алда 1000 теңге болса, дүкенші оған қанша теңге қайтару керек? 1000 азайтылған 850 тең 150 теңгесі қалады. Жауабы 150 теңге. Өте оңай тапсырма. Келесі 10-шы есеп. 1-ден 30-ға дейінгі барлық сандардың қосындысын есептеледі. Барлық сандардың қосындысын есептейтін болсақ, онда қараңдар. 1-ден 30-ға дейін 1 қосылған 2 қосылған 3 қосылған деп кете береді осылай. Мына жақта 28, 29 әдейі көп нүкте қойдым, ортасында 4, 5, 6, 7, 8 деген басқа сандар бар ортада. 30-ға дейін барады жалпы. Осының барлығын қосқанда нешеу болады деп тұр. Оны қосу үшін, мысалы 30 сан бар, соны 2-2-ден бір-бірімен жұптастырып қосатын болсақ, 15 жұп шығады. Қараңдар, мысалы, бірінші сан мен соңғы санды қосайық. 1 мен 30-ды қосатын болсақ, 31 шығады. Келесі 2 мен 29-ды қосатын болсақ, тағы да 31 шығады. Одан кейін барып, 3 пен 28-ді қосатын болсақ, тағы да 31 шығады. Одан кейін 3-тен кейін 4 бар, 4 пен 27-ні қосатын болсақ, тағы да 31 шығады. Көрдіңдер ме? Басындағы және соңындағы сандарды кезекпен бір-бірімен жұптастырып қосып шығатын болсақ, әр қайсысы бір-бірімен 31 шығады. Қосындысы 31 шығып отырады. Демек, дәл осылай 31-ді 30 сандай бір-бірімен 2-2-ден жұптастырып қосқанда 15 жұп шығады. 15 жұптың әр қайсысы 31. Демек, 31-ден 15 рет жазылады деген сөз. Түсінікті ма? 15 рет жазылады деген сөз. Сонда 31-ден көп нүкте қойып қойдым. 31-ді 15 рет бір-біріне қосып шығамыз. Оны қосу үшін сендерге олимпиада кезінде черновик арқылы баған бойынша қосу ең тиімді әдіс болады.
31-ге 31-ді 62, 62, 31-ді қосамыз 93 деп шетінен қосып шығасыңдар. Сонда барлығын қосып шығатын болсақ, ол бізде 465 деген сан шығады соңында. Демек, 1-ден 30-ға дейінгі барлық сандарды қоссақ, бізде 465 шығады. Кейбір мектепте, кейбір ата-аналар, кейбір мұғалімдер былай айтып жатады, біз бірінші сыныпта оқыған кезде біз тек қана 2 таңбалы сандарды қостық, 3 таңбалы сандарды қосуды білмейміз әлі деп айтып жатады. Ол қарапайым сабақ кезіндегі есептер. Олимпиада болғандықтан, олимпиадаға дайындалатын бала, ол не істеу керек? Ол қосымша мұғаліммен күрделі есептерді үйреніп, күрделі есептерді қалай шығарып, 3 таңбалы сандарды қосу азайтуға 4 таңбалы сандарға өтіп кетеді кейбір балалар. Олимпиадада ондай көптеген балалар болды, кәдімгідей 3 таңбалы, 4 таңбалы сандармен жұмыс істеп үйреніп қалған. Кәдімгі олимпиадаға бастауыш кезден бастап дайындалып жүрген балаларды кездестірдім. Ал жаңағыдай шағым айтатын ұстаздар немесе оқушылар немесе оның ата-аналары, жалпы бала олимпиадаға қатысты ма, күрделі тақырыптар бойынша білімі болуы қажет. Ал оны жай ғана мектептегі қарапайым сабақтағыдай тапсырмалар болғанын қалап, бізге сондай тапсырмадағы есептер керек, мынау қиын дейтін болса, онда бала олимпиадаға қатысудың қажеті жоқ. Өйткені олимпиада сондай, ал өз бетімен көбірек жұмыс жасайтын балалардың бәсекесі. Сол үшін ол олимпиада. Оны қарапайым сабақтағы есептердің деңгейіне ешқашан түсіре алмаймыз. Сондықтан балаңыз мықты болашақта олимпиада жүлдегері болғанын қаласаңыз, онда қазірден бастап олимпиадалық тапсырмалар бойынша мұғаліммен көбірек уақыт өткізсін, жаңа мұғаліммен көбірек қосымша тақырыптан алға жылжып, 3 таңба, бірінші сыныптың өзінде 3 таңбалы, 4 таңбалы сандарды, тіпті кейбір балалар көбейтуді үйреніп жатады. Сондай деңгейге жеткізу қажет. Немесе тұрақты олимпиада курстары болашақта жасалады. Сол арқылы да балаңызды дамытуыңызға болады. Ал ары қарай кеттік. 11-ші есеп, сұрақ белгісі қандай санға тең болады? Міне мұнда бірінші әрбір қатар бойынша жеке-жеке жұмыс жасайық. Қараңдар, v қосылған v-ны 4 рет қосқанда 44 шығады. V деген ол бәрі бірдей сандар. Қандай да бір санды 4 рет қосқан кезде 44 шығады. Ол қандай сан болуы мүмкін? Ол әрине 11 болады. Дұрыс па? 11, 11, 11, 11. Өз-өзіне 4 рет қоссақ 44 шығады. Демек, бұл жерден v тең 11 екендігін білеміз. Келесі екінші қатарға қараймыз. v қосылған a азайтылған a тең 19 деп тұр. Қараңдар, мына жерде a азайту a деген екеуі де бірдей сан. Бірдей саннан бірдей санды азайтатын болсақ, не болады? Ол 0 болады. Мысалы, a деген егер 5-ке тең болатын болса, мысалы, онда 5 азайту 5 ол 0-ге тең деген сөз. Сондықтан мына a азайту a деген ол 0-ге тең. Сондықтан оны біз алып тастаймыз. Ол бізге қажет емес. Ол бізді ойымызды бөлу үшін, бізді шамалы шатастыру үшін әдейі қойылған өрнек. Сондан оны біз алып тастаймыз. Сонда бізде мұн жақта қалды v қосылған a тең 19. Енді қараңдар, v 11-ге тең деп айттық біз мұны жақта. v-ның орнына 11 қоямыз. 11 қосылған a тең болады 19-ға. Сонда 11 қосылған a 11-ге қандай санды қоссақ 19 шығады? Әрине 8-ді. Сондан a неге тең екен? 8-ге. Бұл жерде енді a-ны таптық, b-ны таптық, есептің жауабы әлі шыққан жоқ. Өйткені бізге табу керек сұрақ белгісін. Ал сұрақ белгісі b-дан a-ны азайтқанға тең. b-ның орнында ол 11, a дегеніміз 8-ге тең, 11 азайтылған 8 ол 3 болады. Демек, сұрақ белгісі 3-ке тең деген сөз. Келесі тапсырма. Бос орынды толтыр. Бұл жерде өлшем бірліктермен жұмыс жасау керек. Жалпы балалар өлшем бірліктермен жұмыс жасағанда мектепте сабақта мысалы 1 сантиметрде 10 мм бар екендігін, 10 сантиметрде 100 мм бар екен, 1 метрде 1000 мм бар екен, өлшем бірліктерді өту барысында танысқан онымен. Ал енді осыны нағыз қолданатын жер осы. Демек, 1 метрде 100 сантиметр бар, ал 1 метрде 1000 миллиметр бар. 1 метр ол 1000 миллиметрге тең. Енді сонда 23 метр ол 23 000 миллиметр деген сөз. 23 000 миллиметр. Қосылған 8 дециметр. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Ал 10 сантиметр деген сөз
ол бізде 100 мм дегенді білдіреді. Сонда 1 дециметр 100 мм-ге тең болса, 8 дециметр 800 мм-ге тең. Қосылған 17 сантиметр, 1 сантиметрде 10 мм бар, 17 сантиметрде 170 мм бар. Енді осылардың барлығын қосатын болсақ, бізде 23800, оған қосамыз 170-ті, 970. 23970 мм болады. Мінеки. Болды, жауабы 23970. Так, бұл жерде ешқандай не жоқ. Тек қана өлшем бірліктерді мұқият біліп алу керек, жаттап алу керек, және де осы жерге қолдана алу керек. Так, ары қарай кеттік, жалғастырамыз. Енді 13-ші, 14-ші, 15-ші тапсырмалар балаларда есептің шешімін толық жазуға арналған тапсырмалар болды. Оған 8 балл беріледі. Демек 8 балл берілген соң оның күрделілігі де шамалы артады. Тест тапсырмасына 3 балл берілді бастапқы, одан кейін тек қана жауабын жазатын тапсырмаларға 5 балл берілді. Сондықтан ол тестке қарағанда шамалы қиын болды. Енді мынау одан да қиын бола түседі. Мадина және оның 3 інісінің жастарының қосындысы қазір 48-ге тең. 7 жылдан соң олардың жастарының қосындысы нешеге тең болады? Ал жақсы. Мадина және оның 3 інісі бар екен. Мадина деп қояқ, М деп қояқ, қосамыз. 3 інісі болса, 3 рет деп жазайыншы, інісі деген сөз. Міне, 3 інісін жаздым, және Мадина барлығын қосқан кезде 48 шығады екен. Енді қараңдар. Неше жылдан кейін? 7 жылдан соң. 7 жылдан соң болатын болса, Мадинаға да інілерінің әрқайсысына 7 жастан қосылады. Өйткені 7 жылда 7 рет әрқайсысы туған күндерін тойлайды деген сөз. Сонда 7 жасқа өседі. 7 жылдың ішінде Мадинаға 7 жас қосылады, інілерінің әрқайсысына 7-7-ден қосылады, 7 жастан қосылады. Сол кезде байқаған болсаңдар, жалпы неше жас қосылып тұр? 7, 7, 7, 7. 4 рет 7-ні қосқан кезде 28 жас қосылып тұр екен. Бастапқыда 48 еді, енді оларға 28 жас қосылып тұр. Сонда 48 қосылған 28, ол бізде 76 болады. Демек, 7 жылдан соң олардың жастарының қосындысы 76-ға тең болады екен. Келесі. Самат, Айдос және Айдардың салмақтарын қосқанда 50 килограммға тең болды. Айдар мен Саматтың салмақтары тең, ал Айдос олардан 2 килограммға ауыр. Айдостың салмағы қанша? Ал енді қараңдар. Үшеуінің салмақтарын қосқанда Самат, Айдос және Айдар. Біреуін Айдар болсын, анау А деген Айдос болсын. Үшеуінің салмақтарын қосқан кезде ол бізде 50 килограммға тең. Айдос аналарға қарағанда 2 килограмм, Айдос деп қойыншы. Айдос 2 килограммға ауыр екен. Демек ол егер 2 килограммға ауыр болмағанда, үшеуінің салмақтары тең болатын еді. Сол 2 артық болып тұрған 2 килограммды 50 килограммнан азайтып тастайық. Сонда 48 килограмм қалды. Демек 48 килограмм қалатын болса, 48 килограммды теңдей үшеуіне теңдей бөліп беретін болсақ, әрқайсысы неше килограммнан болады? Қандай санды 3 рет қосатын болсақ 48 шығады? 16 килограммда, дұрыс па? Әрқайсысы 16-16-дан болатын болса, теңдей 48 килограмм шығады екен. Көрдіңдер ғой, 48 килограммды үшеуіне теңдей бөліп бергенде әрқайсысына 16 килограммнан келді. Енді біз жаңа Айдостан өзіміз 2 килограммды алып тастадық қой, егер артық болғанда деп. Ал енді ол Айдос ана 16-16 емес, Айдос ана екеуіне қарағанда 2 килограмм ауыр. Сонда Айдосқа сол алып тастаған 2 килограммызды қайтадан қосып беретін болсақ, Айдостың салмағы 18 килограмм болады. Жаңағы басында алып тастаған салмағымызды қайтадан қосып қойдық. Сонда Самат пен Айдар 16 килограммнан, ал Айдос 18 килограммнан. Дәл осылай шығарамыз. Ал егер оны теңдеу арқылы шығарғыларың келсе, енді бірінші класста ол теңдеу сендерге ауыр болады, сондықтан тек қана осылай ғана шығарғандарың тиімді. Екінші, үшінші классқа келген кезде сендер теңдеу арқылы шығара аласыңдар. Жақсы. Мен осы видеоның астына өзімнің WhatsApp номерін қойып кетемін. Егер осындағы есептер бойынша сұрақтар болса, немесе олимпиада бойынша, болашақта курстар бойынша сұрақтар болатын болса, сол WhatsApp арқылы маған жазсаңыздар болады. Звондап жүрмеңіздер, мен телефон көтермеймін. Тек WhatsApp арқылы жауап беремін. Келесі.
15-ші соңғы есеп. Аулада күшіктер мен үйректер жүр, олардың бастарының жалпы саны 12, аяқтарының жалпы саны 28. Аулада неше күшік жүр? Қараңыздар, мен қазір мынау да негізі теңдеулер арқылы шығарылады, бірақ теңдеусіз бірінші сыныпқа лайықты етіп түсіндіріп берем. Ол бірден түсіну қиындау болады, бірақ оны барынша сол способ тиімді болады балаларға. Қараңдар, олардың бастарының жалпы саны. Аулада күшіктер мен үйректер бар. Күшіктер 4 аяқты, үйректе 2 аяқ бар. Енді 12 жануар жүр, яғни неше бас болса сонша жануар бар деген сөз. Өйткені әрбір жануарда бір бастан бар. Енді қараңдар, біз фантазиямызды іске қосайық. Күшікте де үйректерде де 2 аяқтан бар деп есептейік. Күшікте 4 аяқ қой, бірақ біз 2 аяқтан деп есептейік. 2 аяқ қарыз болып тұрайық оған қазірше. Сонда барлығында 2 аяқтан дейтін болсақ, 12 жануар болса, 12 жануардың әрқайсында 2 аяқтан болатын болса, жалпы неше аяқ болады? 24 аяқ болады. Дұрыс қой, ал сонда 28 аяқ еді ғой бізде. Сонда неше аяқ артылып қалды? 4 аяқ артылып қалды. Енді осы 4 аяқта жаңа 2 аяқтан біз жаңа күшіктерге қарыз болып қалдық қой. Неше күшікке жетеді осы? Соны табайық. Мысалы күшіктерді 2 аяқтан деп санадық, қалған 2 аяқ қарыз болдық. Сонда мына 4 аяқты сол күшікке 2 аяқтан қарызымызды өтейтін болсақ, 4 аяқ неше күшікке жетеді? 2 күшікке жетеді. 2 аяқтан беретін болсақ, 4 аяқ 2 күшікке жетеді. Демек, бізде күшіктің саны 2 деген сөз. 2 күшікке жетеді, сонда күшіктің саны 2. Сонда 12 жануардың ішінде 2 күшік екен, қалған 10-ы үйрек екен. Бізге күшіктің саны тап дейді. Сондықтан сендер жауабын 2 күшік деп шығаруларың керек еді. Ал енді мысалы, егер аулада егер бастарының саны 14, аяқтарының саны мысалы дәл осылай күшіктер мен үйректер жүретін болса, бастарының саны 14, аяқтарының саны қанша десе, 36 десе, сол кезде не істейміз? Ол кезде дәл осылай жасаймыз. Күшіктерді де 2 аяқты деп есептеп, фантазиямызды қоса отырып, 14 жануардың 2 аяқтан болса 28 аяқ шығады. Ал 36 аяқтан сонда неше артылып қалады? 8 аяқ артылып қалады. Күшікке жаңа 2 аяқтан қарыз болып қалдық, сонда 8 аяқты 2-2-ден беретін болсақ, неше күшікке береміз? 4 күшікке береміз. Ол кезде 4 күшік болатын еді. Мен мұны мысал ретінде көрсетіп отырмын. Түсінікті ме? Ал есептің негізгі жауабы мына 2 күшік. Бұл способтар туралы олимпиадалық курстарда кеңінен тоқталып, яғни осының өзіне 10 шақты, 15 шақты, 20 шақты есеп шығарып, ұмытпайтындай етіп істеп алуға, жалпы түсініп алуға болады. Сондықтан болашақта мен сендермен осындай курста жолығамыз деген ойдамын. Бірінші сыныптардық аяқталды, бізде тапсырмалары. Енді екінші сыныпқа тоқталайық. Екінші сыныптарда бізде бұл жерде бірінші сыныпқа ұқсас, мынау бірінші есеп, ол кері ретпен орындалатын есеп еді, жаңағыдай. Мысалы, бізде неше шығып тұр? Соңында 64 саны шығып тұр. Енді осыны кері ретпен жазамыз. Кері ретпен жазған кезде бірінші 64-ті жазып аламыз. Одан кейін барып бастапқыға қарай өтеміз. 5-ке бөлдім деп тұр. Уже бізде бөлу көбейту араласады екінші сыныпта. Балалар оны меңгеру керек екінші сыныпта. Олимпиадаға қатысатын балалар әсіресе. Ең соңынан бастаймыз. 64 саны шықты, 64 жаздым. Менің оның алдында 5-ке бөлдім деп тұр. Оны керісінше көбейту қыламыз. 5 қып, одан кейін 614-ті азайттым деп отыр. Біз енді керісінше 614-ті қосамыз. Одан кейін 418-ді қостым деп тұр. 418-ді азайтамыз. Сонда бастапқы ойланған сан шығады. Сонда 64-ке 5-ті көбейтсек 320 шығады. 320-ға 614-ті қосамыз. Және одан 418-ді азайтамыз. Сол кезде бізде оның жауабы неше шығады? 516 шығады. Баған бойынша есептейтін болсақ. Мен бірден жаздым, Келесі. 37 метр 43 сантиметрде неше миллиметр бар? Жаңа бірінші сыныптарда осындай тапсырма келді, соған ұқсас. Естеріңде болса, жаңа айттық, 37 метрде 37.000 миллиметр бар деп айттық. Өлшем бірліктермен жұмыс жасап үйренуіміз қажет. Және де 43 сантиметр болса, ода қанша не болады? Миллиметр болады. 1 сантиметрде 10 миллиметр болса, 43 сантиметрде 430 миллиметр бар. Сонда бізде 37.430 миллиметр бар. Оны жерде сандардың ретін шатастырмау керек, ол С нұсқасында тұр. Келесі. Айжан Сәуледен 12 жасқа үлкен. Екеуінің жастарын қосқанда 34-ке тең болады. Айжан неше жаста дейді.
Ал енді қараңдар, сәуледен жаңағы бірінші сыныптағы есепке ұқсас, Айжан сәуледен 12 жасқа үлкен. Сол 12 жасқа артық болып тұрған жасты 34-тен азайтып тастайық. 34-тен азайтып тастайық, 12-ні қазір соңында қайтадан қосып береміз. 12-ні азайтатын болсақ 22. Ал енді сәуле Айжанның үлкен болып тұрған 12 жасын азайтып тастадық, енді Айжан мен сәуле бірдей болып қалды. Демек 22 жас қалды. Енді Айжан мен сәуле бірдей болып қалды деп есептейтін болсақ, 22 жас екеуіне теңдей бөліп беретін болсақ, Айжан 12, сәуле 12 болды, екеуі де 11-11-ден, кешірім сұраймын, екеуі де 11-11-ден болды. Енді біз Айжанды сәуледен 12 жасқа үлкен дедік қой, бастап азайтып тастаған 12 жасымызды қайтадан қосып береміз оған. Сонда 23. Яғни Айжан 23 жаста болады. В нұсқасы болады бұл жерде. Ал біреулер осы жерде мысалы 11-ді табады да, 11-ді белгілеп қою мүмкін, А нұсқасын. Ол дұрыс емес. Бізде Айжанды сұрап тұр, сәулені емес. Түсінікті ғой, Демек не істейді екенбіз? Мұндай есептерді егер теңдеу құрмайтын болсақ, бірінші қайсысы үлкен болып тұрған артық жасты азайтып тастаймыз жалпы саннан. Қалғанын теңдей бөліп береміз. 3 адам болса 3 адамға, 2 адам болса 2 адамға. Егер олай шығарғыларың келмесе, онда теңдеу құрып шығару керек болады. Яғни Айжанды және сәулені жазып аламыз да, сәуленің жасын x дейміз, Айжанның жасы одан 12 жасқа үлкен болса, Айжанды x қосу 12 дейміз. Сонда осы екеуін қосатын болсақ, x қосылған 12 болса Айжанның жасы, оған сәуленің жасы x-ті қосамыз, сол кезде 34 жас шығады деп есептейміз. 12 жасты теңдіктің екінші жағына азайту өткіземіз, өйткені ол мұнда x-қа қосылып тұр. Теңдіктің екінші жағына барғанда азайту болып барады. Сонда бізде мына жақта x қосылған x тең болады 34 азайтылған 12-ге. X қосылған x тең 34 азайту 12, 22 болады. X пен x екеуі бірдей сандар. Қандай бірдей санды қосқанда 22 шығады? Әрине 11-ді. Сондықтан x тең 11 шықты. Мына x-тің орнына 11-ді қойсақ, сәуле 11 жаста, Айжан x-тің орнына 11 қоямыз да, 11 плюс 12, 23 жаста. Менің ойымша ол теңдеулер негізі екінші сыныпта да өте жақсы жүйеге келіп қалады. Негізі тез үйреніп алады балалар. Бірақ ол көбіне 3-4-те көп қолданылады, 3-4 сыныпта. Сондықтан бірінші способпен шығара бергендері тиімдірек. Келесі, 4-шіде Марат және Жанат кітап сатып алғылары келді. Маратқа 70 теңге керек, ал Жанатқа 10 теңге керек. Олар кітапты бірігіп сатып алмақшы болды, бірақ ақшаларын қосқанда да жетпеді. Естеріңде болсын балалар, осылай есеп келетін болса, ақшаларын қосқан кезде де жетпейтін болса, демек оның біреуінде ақша жоқ деген сөз. Яғни біреуінде 0 теңге бар деген сөз. Сонда бұл жерде Маратта 0 теңге бар, ал Жанатта 60 теңге бар. Ал кітап 70 теңге тұрады. Демек, бұл жерде қалай тез біліп қоюға болады? Екеуінің ақшасын қосқанда да, егер екеуінде де ақша болса, онда екеуінің ақшасын қосқанда міндетті түрде кітапқа жететін еді. Осындай есепте. Демек, қосқан кезде де жетпейтін болса, онда қайсысында көбірек ақша керек, сол балада 0 теңге бар деген сөз. Яғни ақшасы жоқ дегенді білдіреді. Маратта 0 теңге бар, кітап 70 теңге барады, 70 теңге тұрады, сондықтан оған 70 теңге керек. Ал Жанат, ода 10 теңге қажет болса, ода 60 теңге бар деген сөз. Сонда 60-қа 0 теңгені қосақ, 60 теңге бәрібір 70 теңгеге жетпейді. Сондықтан осындай есеп келген кезде не істейді екенбіз? Бірінші, қайсысына көбірек ақша керек? Сол балада ақша жоқ, және соған қанша ақша керек? Кітап сонша теңге тұрады деп сразу тауып аламыз. Бұл жерде 70 теңге болады кітаптың бағасы. Өте қызықты есеп. Сондықтан бұған арнайы бір сабақты арнау керек мұндай есепке. Мысал келтіре салайық. Мысалы, егер қарбыздың бағасы белгісіз, қарбыз сатып алу үшін мысалы Маратқа 150 теңге қажет, ал Арманға 20 теңге қажет дейтін болса да, Арманға 20 теңге, Маратқа жаңағыдай Арманға 150 теңге, Маратқа 20 теңге қажет дейтін болса, онда сразу білуге болады. Қарбыз 150 теңге тұрады деген сөз. Өйткені Арманда бұл жерде ақша жоқ. Қайсынан көбірек ақша керек? Қарбыздың бағасы сонша деген сөз. Ал кеттік ары қарай. Шаршының периметрі 36 дециметр, ауданы қанша? Шаршы деген білеміз, 4 қабырғасы да бір-біріне тең болатын тік төртбұрыш. Мен дұрыс емес сыздым. Міне, 4 қабырғасы да бірдей.
Енді сол периметр деген сөз 4 қабырғасын бір-біріне қосқанда 36 шығады. Демек 4 қабырға тең болса, қандай бірдей санды 4 рет қосқанда 36 шығады? Әрине 9-да. 9 болған кезде оның периметрі 36 шығады. Дұрыс па? Ал енді ауданын тап дейтін болса, мына ұзындығына мына енін бір көбейте саламыз. 9 көбейтілген 9 тең болады 81. Шаршының ауданы шықты 81. А нұсқасы. Жалғастырамыз. Көшеде екі әкесі, екі баласы және атасы немересімен қыдырып жүр. Көшеде неше адам жүр? Осыдан көп оқушылар шатасқан, бұл логикалық сұрақ. Негізі көшеде екі әке, бұл жерде жауабы 3 адам жүр. 3 адам дегеніміз ол мына атасы, әкесі және баласы. Мына осы үшеуі жүр. Бұл жерде екі әкесі деген сөз атасы әкесіне әке болады, әкесі баласына әке болады. Сондықтан екі әке деген сөз сол. Ал екі бала деген сөз ол әкесі атасына бала болып есептеледі, баласы әкесіне бала болып есептеледі. Екі бала деген сол. Және атасы немересі деген сөз бала атасына немере болып келеді. Сонда барлығы осы 3 адам туралы айтылып тұр. Шатаспау керек. Тесттің соңғы есебі, сержанға дәрігер 15 минут сайын дәріні ішіп тұруды тапсырған. Ол бірінші дәріні 11:05-те, яғни 11-ден 5 минут өткен кезде ішкен. Төртінші дәріні қай уақытта ішеді? Егер сағатты білетін болсақ, өте қарапайым. Бірінші дәріні 11:05-те ішетін болады. Екінші дәріні 15 минуттан кейін неше болады сағат? 11:20 болады, дұрыс па? 11:20-да ішеді. Үшінші дәріні тағы да 15 минут қосамыз, 11:35-те ішеді. Ал төртінші дәріні тағы да 15 минут қосамыз, 11:50-де ішеді екен төртінші дәріні. Болды, өте қарапайым, түкте қиын емес. Келесі, Ерлан балық аулауға барды. Ол өзенге дейін жаяу барды да, келерінде велосипедпен келді. Мынау тест емес, уже бұл 5 балдық есептері, қысқа жауапты қажет ететін. Келерінде велосипедпен келді. Барлық жолға 40 минут уақыт жұмсайды. Келесі күні ол өзенге барғанда да, келгенде де велосипедпен жүрді. Сол кезде ол 20 минут уақыт жұмсаған екен. Егер өзенге дейін. Ал кеттік. Ерлан үй деп есептейік. Мынау үй деп қоясайықшы. Үй. Мұнда өзен. Енді қараңдар, мына жерде велосипедпен барып, велосипедпен қайтқан кезде 20 минут жұмсады деді. Велосипедпен барады және велосипедпен қайтады. Сонда ол барғаны қайтқан уақыттары тең ғой. Сонда 20 минут уақыт кетсе, ол 10 минут барған велосипедпен, 10 минут қайтқан. Демек, велосипедпен екі аралықты 10 минутта жүріп өтеді деген сөз. Ал енді бірінші күн не істеді ол? Баратын кезде жаяу барды, қайтатын кезде велосипедпен қайтты. Велосипедпен қайтса, ол 10 минут жүргенін білеміз біз. Осы жаяу барып, велосипедпен қайтқан кезде ол 40 минут уақыт жұмсаған. Демек, 40 минуттың 10 минуты велосипедпен қайтуға кететін болса, қалған 30 минуты жаяу баруға кетеді екен. Демек, біз осыдан білеміз, ол үйінен өзенге дейін жаяу баратын болса, 30 минут уақыт жұмсайды. Ал велосипедпен баратын болса, 10 минут уақыт жұмсайды. Ал енді бізден сұрап тұр, үйінен өзенге жаяу барып, жаяу қайтатын болса қанша минут жұмсайды дейді. Жаяу барса 30 минут барады, жаяу қайтады тағы да 30 минут. Сонда екеуін қосқанда 1 сағат. Сонда 1 сағат уақыт жұмсайды екен. 1 сағат ол 60 минут бізде. Келесі. Данияр лифтке кіруге үлгермей қалды, баспалдақпен жаяу көтеріле бастады. Егер ол 3-ші қабатқа 2 минутта көтерілсе, онда 9-ші қабатқа неше минутта көтеріледі? Балалар осыдан шатасады көбісі. Қараңдар балалар, мынау 1-ші қабат, мынау 2-ші қабат, мынау 3-ші қабат, 4-ші қабат, 5-ші қабат, 6-ші қабат, 7-ші қабат, мынаның үстіне сыза берейін, 8-ші қабат, 9-ші қабат болсын, е? Қараңдаршы балалар, 1-ші қабаттан 2-ші қабатқа шығу үшін бір баспалдақтан өтеді, баспалдақтың бір бөлігінен өтеді. Сосын 2-ші қабаттан 3-ші қабатқа шығу үшін тағы да баспалдақтың бір бөлігінен өтеді. Сонда 3-ші қабатқа жетеді. 3-ші қабатқа жету үшін 2 баспалдақтан өтті. Біреу, мына жақта екеу. Көрдіңдер ғой, 3 қабатқа шығу үшін оған өтетін баспалдақ саны одан біреу аз. Яғни 2 ғана баспалдақтан өтті. Осыған 2 минут уақыт кетті. Сонда 1-ші этаждан 2-ші этажға шығу үшін 1 минут кетеді. 2-ші этаждан 3-ші этажға шығу үшін 1 минут кетеді. Сонда 1-ден 3-ке шығу үшін 2 минут уақыт кетті деп тұр.
Демек 9-шы этажға шығу үшін ол 9 рет баспалдақтан өтпейді, 8 рет өтеді. Өйткені этажға қарағанда баспалдақтың саны біреуге аз деп айттық. Жаңа 3 баспалдаққа шығу үшін 2 рет, 3 этажға шығу үшін 2 рет баспалдақтан өтті ғой. Сол сияқты 9 этажға шығу үшін 8 рет баспалдақтан өтеді. Сол 8 баспалдақтың әрқайсынан өткен кезде 1-1 минуттан жұмсаса 8 минут уақыт кетеді екен. Көп оқушылар осыдан былай шатасқан. 3 қабат болады, сонда 9-шы қабат болатын болса 3 қабаттан 3 деген сөз, сонда әрқайсысы 2 минуттан деп 6 минут деп қателескен. Дұрыс емес, 8 минут болады жауабы. 10-шысы. Оқушылар әрбір қатарға 4 оқушыдан сапқа тұрды. Сәкеннің алдында 3 қатар, артында 3 қатар. Барлығы неше оқушы сапқа тұрды? Міне, мынада Сәкен тұр. Мынау Сәкеннің қатары. Сәкеннің алдында 3 қатар бар. Артында 3 қатар бар. Енді санайықшы неше қатар болды? Жалпы 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қатар болды. 7 қатар болса, әр қатарда неше баладан бар? 4 баладан бар. Сонда 7 қатарды 4 балаға көбейтетін болсақ, 28 бала бар деген сөз. 28 оқушы сапқа тұрды дегенді білдіреді. Келесі. Қорапта 7 жасыл, 4 сары, 2 қызыл шар бар. Қораптың ішіне қарамай, 2 сары шар алу үшін ең көп дегенде неше шар алу керек? Бұл Дирихле принципіне келеді, яғни ең көп дегенде ең қиын, ең жолы болмайтын адамның ситуациясын қарастырамыз бұл жерде. Мысалы қараңдар, 7 жасыл деп тұр, 4 сары, 2 қызыл бар. Бізге 4 сарының ішінен 2 сары керек. Енді жаңағыда айттық қой, ең көп дегенде Дирихле принцип бойынша жолы болмайтын адамның әдісін қарастырамыз. Ол кезде бізге 2 сары, яғни сары түсті керек болса, оған сары емес шарлар бірінші шығады деген сөз. Яғни жасылдан 7 шығады бірінші, 3, 4, 5, 6, 7. Одан кейін қызылдар шығады. Яғни қораптан жасыл мен қызылдар таусылды. 9 шар алдық, 7 қызыл, 7 жасыл, 2 қызыл, жалпы 9 шар алып қойдық. Енді соңында олар таусылғаннан кейін кез келген шарды алатын болсақ, қорапта тек қана сары шар қалғандықтан сары шығады. Соңында 2 сары шарды аламыз. Сонда жалпы 2 сары шар шығару үшін біз ең көп дегенде 11 шар алуымыз қажет екен. Біреулер айтады, мысалы, бірінші алғанымыз сары болып, екінші алсақ тағы да сары шыға салуы мүмкін ғой, сонда 2 шар алсақ 2 сары шығып қалуы мүмкін ғой дейді. Иә, біріншісі мен екіншісін алғанда сары шығып қалуы мүмкін, немесе 1 мен 3-ті алған кезде сары шығуы мүмкін, немесе 4-ші, 5-ші шарларды алған кезде сары шығып қалуы мүмкін. Ондай жағдайлары өте көп. Ал бізге ең көп дегенде деп тұр ғой, ең көп дегенде 11 рет алатын болсақ, ішінде міндетті түрде сары шар болады. 2 сары шар міндетті түрде болады. Сол үшін мұндай есепті Дирихле принципіне сәйкес, бірінші бізге қандай түс керек, сондай түске жатпайтын түстердің барлығын тауысып болып қана сол түстерді аламыз. Мысалы, 5 жасыл керек десе, онда біз бірінші сары және қызылдарды тауысып аламыз да, соңында 5 жасылды аламыз. Сонда ғана ең көп дегенде деген сұраққа жауап береміз. Ішінде мынандай шығып қалуы мүмкін ғой деген варианттар қарастырылмайды. 12-шісі. Өлшем бірліктер. Жаңа айтқанымызда әрбір метрде 1000 мм болғандықтан 23 метр болса 23 мың мм. 17 дециметр болса, ол жаңа айттық 1 дециметрде 100 сантиметр бар дедік. 10 сантиметр бар, 100 мм бар дедік. Сонда 17 дециметр болса 1700 мм деген сөз ол. 62 сантиметр, 1 сантиметрде 10 мм бар, сонда 62 сантиметр болса 620 мм бар. Сонда олардың барлығын бір-біріне қосатын болсақ, 25320 мм болады. Мінекей, бұл өте қарапайым. Тек қана өлшем бірліктермен дұрыс жұмыс істеп, оны қолдана білу керек. Оны әрине болашақта үйрететін боламыз. Қалай қолдану керек, қалай тез табуға болады дегенді. Бүгін мен талдап, жалпы есептер қалай шығарылатындығын көрсетіп жатырмын. Ойлап қалмаңыздар, тағы да анандай шағымдар болып жүрмесін. Оның қалай шыққанын ана сабақты бізге толық түсіндірген жоқ деген сияқты. Бұл жерде мен тек есептің қалай шығарылатынын көрсетемін, ал тек сабақ өтпеймін. Ол сабақ өту үшін бізге арнайы бірнеше айды жұмсайтындай бір курс керек болады. Сондықтан ана есептің қалай шыққанын полный түсіндіріп беріңіз, сол сабақты бізге өтіп беріңіз деген ондай әңгіме негізі болғаны дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан осыны ескерсеңіздер, бұл талдау сабағы, яғни есептің қалай шығатындығын жолын көрсету.
ол жолды түсініп алсаңыз бірден тіптен келемейді. Егер түсінбей қалған жағдайда жеке сұрасаңыз болады, немесе болашақта жасалатын курсты күтесіздер. Бұл сабақ түсіндіру сабағы емес. Шеңбер бойында бірнеше бала тұр. Уже міне 13-ші есепке келдік. Қиын 8 балдық есептер. Шеңбер бойында бірнеше бала тұр. Самат Нұржанның оң жағынан санағанда 5-ші, ал сол жағынан санағанда 9-ші тұр. Шеңбер бойында неше бала бар? Дәл осындай есептер келген кезде негізі оны сызбасын сызып, негізі салып шығару керек балалар негізі. Ал бірақ оның оңай әдісі, егер осындай 2 бала берілетін болса, дәл осындай шартпен берілсе, мына 2 санды қоса салса, 5 қосылған 9 тең 14. Яғни 14 бала деген сияқты жауап сразу шыға салады. Бұл мен оңай жолын айттым. Ал оны сызбамен сызған кезде былай жасаймыз. Нұржанның сол жағынан бастаған кезде, оң жағынан бастағанда 5-ші тұрады екен Самат. Сонда Нұржан, одан кейін 1-ші 1 бала тұрады, 2-ші тағы 1 бала, 3-ші 1 бала, 4-ші 1 бала, 5-ші Самат тұрады. Ал енді сол жағынан санағанда 9-ші тұрады Самат. 1 бала, 2 бала, 3 бала, 4 бала, 5 бала, 6 бала, 7 бала, 8 бала, 9-ші Саматтың өзі. Ал енді осылардың барлығын қосатын болсақ, ол уже бізде 14 бала деген шығады санасақ. 1, 2, 3, 4, 5 Нұржанмен, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 және Саматпен 14. Жалпы осылай. Кеттік, 14-ші есеп. 8 жылдан кейін Айдын мен қарындасының жастарының қосындысы 35 жас болады. Осыдан 3 жыл бұрын олардың жастарының қосындысы неше жас болды? Дәл жаңағы 1-ші сыныптағы есепке ұқсас есептеу шамалы қиындау бірақ. Қараңдар, дәл қазіргі уақыт бар бізде, дәл қазіргі уақыт бар. Дәл қазіргі уақыт мынау деп есептейік, мынау дәл қазіргі уақыт. Мына жақты болашақ, мына жақты өткен шақ деп қояйық. Бұрын болған кез, болашақта болатын кез. 8 жылдан кейін деген сөз, ол болашақта деген сөз. Яғни 8 жылдан кейін. 8 жыл болашаққа қарай жүрек. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл, 8 жыл. Міне, 8 жылдан кейін Айдын мен қарындасының жастарының қосындысы 35 болған. Ал енді осыдан 3 жыл бұрын дейді. Осыдан деген сөз дәл қазіргі уақыттан 3 жыл бұрын, өткен шақта. Өткен жаққа қарай 3 жыл бұрын, артқа қарай қайтамыз. Осы жерде екеуінің жастарының қосындысы қанша болған дейді. Енді қараңдар, біз болашақта айтылған уақыттан кері қарай, артқа қарай қайтуымыз керек. Егер 1 жылға артқа қайтатын болсақ, олардың жастарынан 1 жастан азайтылады, артқа қарай. Мысалы, мен қазір 28-де болсам, 1 жыл бұрын, яғни артқа қайтсам 27-де болам. 2 жыл бұрын болса 26-да, 3 жыл болса 25-де болам. Сөйтіп, неше жыл артқа қайтсам, сонша жылға жасым азая береді. Енді мына жерден біз Айдын мен қарындасы неше жасқа артқа қайтатынын тауып алайық. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл, 6 жыл, 7, 8, 9, 10, 11 жыл. 11 жыл артқа қайту керек. Сол кезде Айдынның жасынан 11 жас азайтылады. Қарындасының жасынан да 11 жас азайтылады. Өйткені біз 11 жыл артқа қайтып отырмыз. Әр қайсының жасы 11-ге аз болады. Сонда 11-11-ден азаятын болса, жалпы нешеге жасқа азайып тұр? 22 жасқа азайып тұр, иә? Азайту 22. Яғни 22 жасты азайтуымыз керек. Бастапқыда 35 жас еді, одан енді 22 жасқа азаяды екеуінің жастары, сонда 13 жас болып қалады. Демек, осыдан 3 жыл бұрын олардың жастарының қосындысы 13 болған екен. Келесі, ауладағы қаздар мен қояндардың бастарының жалпы саны 24, аяқтарының жалпы саны 66. Аулада неше қаз және неше қоян бар? Дәл жаңағы 1-ші сыныптағы есеп. Қоянда 4 аяқ, қазда 2 аяқ. Енді фантазиямызды қосамыз, қоянда да 2 аяқ деп, 2 аяғы қарыз болып қалсын, 2 аяқта есептейміз да, сонда 24 жануар болса, 24-тің әрқайсында 2 аяқтан деп есептейтін болсақ, 48 аяқ шығады. 48 аяқ шығады. Ал бізде 66 аяқ еді ғой, сонда неше аяқ артылып қалып тұр? 66-тан 48 аяқты азайтатын болсақ, 18 аяқ артылып қалып тұр. 18 аяқты енді 2 аяқтан қояндарға қарыз болып қалдық қой. 18 аяқта 2 аяқтан қояндарға қарызымызды беретін болсақ, онда неше қоянға жетеді аяқтары? 18 аяқты 2 аяқтан беретін болсақ, 9 қоянға жетеді екен. Демек, қоянның саны 9 екен. 24 бас болғандықтан бастарының саны. Сонда 24 жануар деген сөз. Сонда 9 қоян болса, қалған 15-і не болады онда? Қаз болады. Сонда жауабы 9 қоян, 15 қаз болады екен бұл есепте.
Мінекей болды, осымен бірінші және екінші сыныптың тапсырмаларын талқылап шықтық, қалай шығарылатынын көрсеттім, дәл осылай шығару керек болған. Ендеше жалпы осылай олимпиадада жай ғана мектептегі қарапайым сабақтағы тапсырмалармен шектелмей қосымша логикалық есептерді шығарып, осындай мәтіндік есептерді шығарып, мұғаліммен қосымша жұмыс істейтін болса, қосымша курс оқитын болса, бала болашақта олимпиада жүлдегеріне әрине міндетті түрде айналады. Сондықтан тек қана мектептегі сабақтағы біліммен шектеліп қалмауымыз қажет екен. Ендеше назарларыңызға рахмет, құрметті оқушылар, ата-аналар. Сіздермен келесі эфирлерде жолыққанша, келесі сабақтарымызда жолыққанша, барлықтарыңызға сапалы нәтиже тілейміз, қажымас қайрат тілейміз, және де білімге деген үлкен құлшыныс тілейміз. Келесі сабақтарымызда кездескенше.